Маусымдағы алғашқы Эль Классикода мадридтік Реал жеңіске жетті. Жалпы біз бұл ойында екі түрлі тайм көрдік. Әр команда алма-кезек басымдыққа ие болып отырған, бірақ камбэк жасап матчтың соңына қарай Реал жеңісті жұлып әкетті. Бұл кездесуде Барсаға не жетіскен жоқ. Анчелотти Хавиді қалай жеңді? Жалпы ойын тағдыры қай кезде өзгерді? Бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш. Бүгін кеше өткен Эль Классико туралы сөйлесеміз. Кеттік. Достарымыз, теннисе кезеттің 30 ойыны жалғасып жатыр. Қазақстандағы ең көңілді букмекерден Zikr 001 және Volkswagen ID4 электр карларын жеңіп алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін жай ғана бәс тігіп, сары және қызыл купондар жинасаңыз жеткілікті. Купон көп болса, электр карлардан бөлек фрибеттер Apple техникаларында жеңіп алуға мүмкіндігіңіз көп болады. Егер толығырақ ақпарат алып қатсам десеңіздер, әдеттегідей төменге сілтемесін қалдырамын. Сәттілік. Өкінішке қарай, бұл Эль Классиконы сіздермен мен сияқты, дәл қазір кітаптар менің полкымда тұрған Роналду да, Месси де теледидардан қарады. Жалпы соңғы уақытта Эль Классикода Месси де, Роналду да жоқ екеніне үйреніп келе жатырмыз. Ал кешегі кездесуде негізгі құрамда дегенмен бізге жақсы таныс біраз жұлдыз шықты алаңға. Барселонаның негізгі құрамынан бастайық. Хави қолда бар футболшыларының ең мықтыларын шығарды. Араухо әдеттегідей Эль Классикода оң қапталда Виниге қарсы ойнайды. Жоу Феликс пен Ферран Торрес шабуылда, 20 жастағы Фермин Лопес Мартин негізгі құрамға ілігіп алған. Ал Гави, Гюндаган секілді футболшылар алаң ортасында ойынды жүргізіп жүрді. Ал Реалданшы? Реалда сен тұр, мен атайын деген футболшыларды шығарды алаңға. Алаба мен Родриго ортада, қорғаныста Прагаға қарсы демалған Кросс негізгі құрамда шықты. Беллингем әдеттегідей шабуылдаушы, жартылай қорғаушы, Винисиус пен Родриго шабуылда. Тек бұл жерде таңғалдырғаны Камавинга қосалқы құрамда қалды. Оның орнына сол қанатқа Менди, ал тіреуші жартылай қорғаушы болып Чуамини шықты Реалдан. Ал Эль Классико жылдам голмен басталды. 7-ші минутта Илкай Гюндаган есеп ашты. Бұл жерде Рюдигер жартылай позицияда қалып қойды. Не орталық қорғаушы емес, не тіреуші жартылай қорғаушы емес, бір өзі қалып қойған. Алабада амал жоқ. Аяғына жата-жастана секірген, бірақ пенальти жасаудан қорықты ма, Гюндаганның аяғындағы допты сәл түртіп қалды, болды. Ал Илкай болса тәжірибелі, қақпашымен бірге бір шықты да, допты тура Кепаның қасынан өткізе салды, 1-0. Бұл айтпақшы Гюндаганның Реалға қарсы алғашқы голы. Жалпы Эль Классикодағы алғашқы голы ғой, бірақ ол бұрын Боруссия сапында, Манчестер Сити сапында ойнаған. Жалпы Реалға қарсы 10-ші кездесуінде алғаш рет қанжығасын майлап отыр. Ал ол бірден Эль Классикода. Жалпы айтқанда германиялық жартылай қорғаушы Барселона сапындағы алғашқы голын салды. Жалпы алаң иелері бұл кездесуді өте қарқынды бастады. Реалға допты берген жоқ. Жылдам тартып алып жатты. Соның арқасында Барселона екінші голын салып кетуге өте жақын болған. Габи допты Реалдың жарты алаңында тартып алған, ал доп болса тура Ферминнің аяғынан түсті. 20 жастағы футболшы айып алаңына енді де жақын бұрышқа тамаша соққы жасаған. Реал жанкүйерлерінің қуанышына орай доп тура бағанаға тиді. Әйтпесе есеп 2-0 болатын еді. Осылайша 10 күн бұрын ғана Астана аренада гол соққан футболшы кеше Эль Классикода гол салуы мүмкін еді. Барселона мұнымен тоқтап қалған жоқ. Кейін Жоу Феликсте тамаша мүмкіндік болды. Антонио Рюдигерді балаша алдап өтті. Бірақ оған жылдамдық жетіскен жоқ. Рюдигерден өткенімен қақпашымен бірге бір шығып бара жатыр еді, бірақ Карвахаль артқа қайтып үлгерді. Антонио Рюдигердің былайша айтқанда жолы болды бұл жерде, әйтпесе масқара, ұят гол болатын еді. Тура сол кезде Реалға допты қарапайым ұстаудың өзі проблема болып көрінді. Алаң ортасында бір ойыншы жетпей жатқандай, әйтеуір допты ұстап жүре алған жоқ, тіпті шабуылшы болмағаны көрінеді Реалда. Шабуылда енді Родриго мен Винисиус ойнады ғой, екеуі қапталдағы ойыншы. Екеуі алма кезек өз қапталдарына кетіп қалады, ортада ешкім жоқ. Жалпы бірінші таймда мадридтіктерден кім соққы жасады десек, Карвахаль мен Рюдигердің соққылары еске түседі. Екеуі де аса бір қауіпті мүмкіндік болған жоқ, бірақ әйтеуір соққы бағытталды. Дегенмен бірінші тайм толығымен Барселонаның басымдығымен өтті. Айтпақшы, бұл кездесуде төреші ойнауға кәдімгідей мүмкіндік берді. Құдды Англия премьер лигасының матчын көріп жатқан сияқтысың, фолдарға ысқырған жоқ. Міне фолдардың бәрінде орыннан тұр, кездесуді жалғастырамыз деді. Жалпы Эль Классикоға сай әдемі төреші болды негізі. Оған ешқандай дау айта алмайсың. 90 минуттың қорытындысы бойынша оған мына жерде пенальти бермеді, мына жерде қызыл қағаз бермеді деп бір дөрекі қателігін бетке басып ештеңе айта алмайсың. Әдемі төрелік етті. Бірақ бұл әрине Винисиусқа ұнаған жоқ. Ол бірнеше рет құлады, айып соққысын сұрады, сары қағаз сұрады, тіпті Хабимен ерегесіп жүр ма? Әлі қолын ұстасып жүр ма? Әйтеуір Хабимен сөйлесіп жүр. Бірақ төреші оның андай реакцияларына мүлдем мән берген жоқ. Орнынан тұр, ойынды жалғастыра бересің деді. Сөйтіп бірінші таймда Винисиус жалпы соққылармен, финттермен емес, сол бір даулармен көзге түскен, бірақ ол да кейін әйтеуір сабырға келді.
Екінші таймның басында Барселона ақыры екінші голды міне соғатын жер деген шабуыл ұйымдастырды. Айбалағында әуелеген допты Иниго Мартинес баспен ұрған әдемі соққы болды. Бірақ доп тағы да бағанаға тиді. Кері серпілген топ Барселонаның қорғаушысы Араухоның аяғына тура жеткен, қорғаушы тағы да тепті, бірақ бұл жолы Кепа сейв жасады. Жалпы бұл ойында былай алып қарасаң, Барселонаның гол соғатын 4 мүмкіндік болды негізі. Екеуі бағанаға тиді, біреуі голға айналды, ал бірінде Кепа командасын құтқарып қалды. 4-1 керемет мүмкіндік болды, ал тура сол уақытта Реалда мүмкіндіктер 0. Тіпті қақпаға ол кезде тура соққыда бағытталмаған расын айтқанда. Ал алғашқы тура соққыны Мадридтік команда 57-ші минутта ғана бағыттады. Бірақ ол жерде Тер Штеген мүлдем қиналған жоқ, допты қақшып ұстап алды. Чуамени де теуіп көрді алыстан, бірақ ол жақта да Тер Штеген допты алаңнан шығарып тастады. Жалпы бұл кездесуде біраз уақытқа дейін Реал ешқандай комбинация ұйымдастыра алған жоқ. Тек допты алады, алыстан тебет, бірақ бұл ақыры нәтижесін берді. 68-ші минут Реал алыстан теуіп ақыр соның жемісін көрді. Таразы басын теңестіре алды, ал Реалдан кім соғатын еді? Джуд Беллингем. Мына голы өте масқара болды. Тура зеңбірекпен атқандай допты Барселонаның қақпасында күмп еткізді. Тер Штегеннің қолы тигендей болды, бірақ мынандай бір жойқын ұшқан допты кері қайтара алмаған шығар. Осылайша 68-ші минутқа дейін бүкіл хейтер Беллингемді жамандап жатқан үздік ойыншыларың осы ма деп, ал Джуд болса міне оларға осылай жауап берді. Айтпақшы, Джуд Реал сапында Ла Лигада, Чемпиондар Лигасындағы алғашқы матчында гол соққан еді. Ал енді алғашқы Эль Классикосында да гол соғып отыр. Жалпы екінші таймның ортасына дейін, тура осы голға дейін Барселона бәрін бақылауда ұстап отырған. Команда қорғанысты әдемі қойып тастаған. Бұл Хавидің бір тапқырлығы деп ойлаймын. 4 қорғаушы, оның тура алдында 4 жартылай қорғаушы. Қорғаныстың 2 блогы. Реал сондықтан ғой алыстан теуіп жатқан. Комбинация жасауға келмейді, себебі қорғаныс нық шауып тастаған, бітеп тастаған. Ал енді осы жерде Анчелоттидің тапқырлығын айту керек. Ол бірден ауысым жасай бастады. Алдымен Мендидің орнына Камавинга шықты, артынша капитандық міндетті өзіне алып, ардагер Модрич алаңға беттеді. Дәл осы екі футболшының алаңға шығуымен Реалдың ойынында да қан жүре бастады. Қонақтар допты көбірек ұстады, комбинациялық шабуылдар ұйымдастыруға тырысты, бір-бірімен пас алмаса бастады. Көбіне сол қаптал арқылы шабуылдады, себебі ол жақта әрине Камавинга бар, Модрич сол жаққа ығысады, ол жақта Винисиус бар. Міне Анчелоттидің тапқырлығы ол дер кезінде қажет футболшыларды алаңға шығара алды, ал шыққан футболшылар жалпы ойынның тағдырын өзгертіп берді, расын айтқанда. Бұл жерде бірақ Хавиді де айыптай алмайсың, себебі оның қосалқы құрамында ойынды күшейтіп беретін ешкім болған жоқ. Көбі академиядан келген жас футболшылар. Левандовский мен Рафиня бар, бірақ ол екеуі де жарақатынан енді қайғып келе жатыр. Бұл екі футболшы да алаңға шықты, амал жоқ, басқа кім бар енді. Одан бөлек Ламин Ямал да бар, 17 жастағы футболшыны да алаңға шығарып, алғашқы Эль Классикосына қатыстырған. Бірақ бұл үш ойыншы да жалпы Барселонаның ойынын өзгерте алған жоқ. Екінші таймның ортасынан кейін Барселона амал жоқ қорғанысқа көбірек ығысуға тура келген. Сол кезде дәл осы футболшы, үш футболшы алға қарай беттетуі керек еді. Бірақ шамасы бұл жерде енді екі футболшы жарақаттан енді шығып тұр. Біреуі өте жас ойыншы, мектеп оқушы ғой енді. Сондықтан Хавиде басқа таңдау болған жоқ. Айтпақшы, Ламин Ямал Эль Классико тарихында ең жас футболшы атанып отыр. Ол 1941 жылы қойылған рекордты бұзды. 82 жыл бойы ешкім бұзбай тұр еді. Ламин келді де бұзды. Ал матчтың соңына қарай Реал жеңісті жұлып әкетті. Камбэк. Реалдың стиліндегі камбэк болды. Оң қапталдан Барселонаның айбалағына қарай пас әуелеген Модрич допты тоқтатып берді, ал доп болса тура Беллингемнің аяғынан табылды. Бұл жерден Джудтың жолы болып кетті. Жалпы Реалдың жолы болып кетті осы бір комбинацияда. Джуд та қарап қалған жоқ, бірден қақпаға тепті, доп Тер Штегеннің бұтынан өтіп кетті. Есеп 2-1. Жалпы матчтың шамамен 65-70 минутындай ойыны жүрмей жатқан Реал кездесудің соңында жеңісті жұлып әкетіп отыр. 3% жұлып әкетті. Бірақ бұл жерде Джудтың жолы болды деп қана жаба салуға болмайды. Барселона қорғаушыларына да сын айтуға болады, себебі Модрич допты тоқтатқан кезде қасында оған бөгет болатын қорғаушы табылған жоқ. Доп кейін серпіліп Джудтың аяғына табылған кезде де қасында ешқандай қорғаушы жоқ. Барсаның қорғаушылары сәл қателік жіберді және сол үшін ұрынды. Джуд Беллингем болса өзінің деңгейін көрсетуді жалғастырып жатыр. Дәл қазір Ла Лигадағы үздік футболшы десек қателеспейтін шығармыз. Бүгінде Реал сапындағы 13 матчта 13 гол соқты, 3 нәтижелі пас берді. Дәл осы жеңістен кейін Хави мен Анчелотти теңесті. Бұл екі бапкер келгелі 8 Эль Классико өткен, екі бапкер 4 жеңістен еншілеп тұр дәл қазір. Және тағы бір қызығы, Барселона неге екені белгісіз өз алаңында ұта алмайды Эль Классикода. Соңғы 5 Эль Классиконы көрейікші, Барселонада өткен. Оның біреуінде ғана
Барселона жеңіп тұр. Қалған 4 кездесуде Реал жеңісті жұлып әкетті. Тіпті соңғы 2 ойында былайша айтқанда Реал басым түсті. Өткен маусымда естеріңізде болар, Испания кубогының жартылай финалында Барселонада 4-0 есебімен Реал тасталқан етіп тастаған болатын. Дәл қазір турнир кестесінде Реал көш бастап тұр. Оларда 28 ұпай бар. Жиронада 28 ұпай, ал Барселона болса 4 ұпайға ғана қалып тұр. Ал нағыз чемпиондық матч қашан болады, білесіздер ме? 21 сәуірде Испания чемпионатының 32-ші туры аясында өтеді. Міне, дәл сол кездесу чемпиондық матч болуы мүмкін. Жирона мүмкіндік берсе әрине. Әрине, оған дейін Реал мен Барса тағы да кездесуі мүмкін. Испания кубок аясында немесе Испания супер кубок аясында кездесіп қалуы ықтимал. Өткен маусымда 5 рет кездесті олар. 5 рет. Бүгінге осы Реал фандар, жеңіс құтты болсын. Барса фандар, көңіл күйлеріңді түсірмеңдер, себебі бұл екі команданың толық құраммен ойнаған Эл Классикосы емес, оның үстіне жарақаттар болды, оның барлығын біз түсінеміз. Алда талай Эл Классико болады. Осы маусымның өзінде 2-3 көріп қалуымыз әбден мүмкін. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар және кешегі Эл Классико туралы ойларыңыз қандай, пікірлеріңізді комментарийге міндетті түрде жазыңыздар. Енді Беллингем емес, Голлингем деуге болады. Сау болыңыздар.